Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге витаминге толы әрі өте дәмді қызылша салатының жасалу жолын көрсетемін. Ол үшін менімен бірге видеоның соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыз. Қажетті заттарды описание бөліміне жазып кететін боламын. Мен алдын ала қызылшамызды үккіштен өткізіп алдым. Ал қиярымызды майда етіп, соломка етіп, кесіп турап алдым. Дайын болған заттарымызды сала бастаймыз. Алдымен қызылшамызды саламыз. Келесіде жүгерімізді саламыз. Қиярымызды да салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мен аздап қана тұз салдым. Дәміне қарай өзіңіз байқайсыз. Тұз аз көп сала бересіз. Бұл салаттың ерекшелігін айта кететін болсам, піскен қызылша мен қиярдың қосындысынан шығып тұрған салатқа өте қытырлақ, дәмі де ерекше болады. Жасап көріңіздер. Міне жақсылап араластырып алдық. Салатымыз дайын болды. Дастархандарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Менімен бірге видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Осы салатты жасап жатсаңыз, комментарийға жаза кетіңіз. Менің каналыма тіркелмесеңіз тіркеліп кетіңіз. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз, себебі менің каналымда жаңа рецепттер шығып тұрады. Соны ең бірінші көру үшін қоңыраушаның рөлі қатты ойнайды. Сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Мәрзия.